Бүгінгі тақырыбымыздың екінші бөлімі бұл жүктілікке дайындалу. Әрбір жас отбасы жүктілікке дайындалу қажет. Сондықтан да бұл жоспарлап жүрген кезде міндетті түрде алдын ала жоспарлау қажет, яғни кем дегенде 3-6 ай бұрын жоспарлаған жөн. Және әрбір бала ата-анасы жанында болатындай бақытты, толық отбасыда туылуға құқысы бар. Сол себепті жүктілікті ойластыратын болсаңыз, заңды некеде болуыңыз қажет. Және жүктілікті бір жақты емес, жұбайыңызбен бірге жоспарлағаныңыз жөн. Және бірден гинекологқа және урологтолог дәрігерлерге қаралыңыздар. Және дәрігер сіздерге қажет ақпараттың барлығын береді, анализдерді, қандай витаминдер қабылдау керек екенін барлығын түсіндіреді. Жыныстық қатынас басталмас бұрын серіктесіңізде жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың жоқ екеніне көзіңізді жеткізіңіз. Бұл инфекциялар АИТВ, сифилис, гепатит Б, С, сонымен қатар гонорея, микоплазма гениталиум, хламидия, трихомонада инфекциялары. АИТВ, сифилис, гепатит Б, С-ға қан тапсырылатын болса, қалған инфекцияларға қыздар жағынды, ер балалар зәр немесе жағынды тапсыруына болады. Жүктілік кезінде жыныстық жолмен берілетін инфекциялар жүкті әйелге де және іштегі ұрыққа да өзінің қауіптерін тудырады. Яғни ерте босану, іште баланың өлімі деген сияқты әртүрлі ауыр асқынуларға алып келуі мүмкін. Егер мүмкіндігіңіз болса, жыныстық өмір басталмай тұрып, адам папиллома вирусына қарсы вакцина алған жөн. Адам папиллома вирусы бұл жатыр мойны обырын шақырады. Сондықтан осы вирустан вакцинаға алу мүмкіндігі болса, мысалы шетелдерден алуға мүмкіндік болса, алған жөн. Себебі Қазақстанда бұл вакцина тек қыз балаларға, 11-11,5 жастағы қыз балаларға ғана қойылады, мемлекеттік календар бойынша. Ал ересектерге немесе басқа адамдарға, ер балаларға әлі қоя алмайсыздар. Сондықтан да егер мүмкіндік болса, шетелден алуға, онда қойып алған жөн. Жүктілікті жоспарлау кем дегенде 3 айдан бұрын басталады. Бұл уақытта сіз міндетті түрде жүктіліктен сақтанып, контрацепция әдістерін қолданып жүргеніңіз жөн. Себебі қандай да бір денсаулығыңызда ақау анықталатын болса, немесе дефицит болатын болса, сіз кез келген дәріні қолдана алып, емделе алуыңыз қажет. Мысалы, сізде темір жеткіліксіз анемия болатын болса, темір құрамы толық қалпына келгенше 6 айдай уақыт өтуі мүмкін. Кей жағдайда дәрілер сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сондықтан гемоглобиннің қалыпты деңгейін ұстап тұру үшін ұзақ уақыт темір препараттарын қабылдау қажет. Себебі темір бұл баланың дамуына, жалпы жүктіліктің болуына да ары қарай баланың өсіп жетілуіне де өз жақсы әсерін тигізеді. Егер сіз қызамықпен ешқашан ауырмасаңыз, немесе қан анализіңізде қызамыққа қарсы иммуноглобулин G анықталмаса, онда қызамыққа қарсы екпе алғаныңыз жөн. Себебі жүктіліктің бірінші триместрінде, тіпті екінші, үшінші триместрінде қызамықпен ауырып қалған болса, әйел адам, онда балада құлақтың естімеуі, көздің көрмеуі және жүрек ақаулары, осы 3 ақау бірге, яғни комплексте болатындай дүниеге келеді. Нәресте сондай ақаулармен бірге дүниеге келеді. Сондықтан қызамыққа қарсы екпе алған жөн, егер де сіз ешқашан ауырмасаңыз және сіз ешқашан екпе алмасаңыз. Бірақ та екпе алғаннан кейін 3 ай мөлшерінде жүкті болуға болмайды. Егер сізде қандай да бір созылмалы ауру болатын болса, міндетті түрде оны ремиссия күйіне немесе тыныш күйіне ауыстыру қажет. Және де сіз қабылдайтын дәрілеріңіз жүктілік кезінде жүктілікке кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан да дәрігерге барып, дозаны ауыстыру қажет пе, немесе препарат түрін ауыстыру қажет пе, соған мән беру қажет. Салауатты өмір салтын ұстану, бұл әрине ер адамға да, әйел адамға да байланысты. Жалпы жүктілікке дайындалып жүрген кезде ер адамның да, әйел адамның да денсаулығының күтіну қажет, оның дефициттерін нормаға келтіру қажет. Яғни бұл әйел адам ғана дайындалу керек емес, дефициттерін толықтыру керек емес, ер адам да істеу керек. Себебі сперматозоидтың сапалы болуына ер адамның денсаулығы жақсы болу керек. Зиянды әдеттерден айырылу, стресс болмау қажет, психоэмоционалды стресстерден арылу, витаминді
тамақтану, яғни тек витамин іше берудің қажеті жоқ. Тағамдармен қабылдаған жеміс жидектер, көкөністер бұлар сіңімді болып келеді. 7-8 сағат кем дегенде түнгі ұйқы болу керек. Қараңғы жерде ылғалданған, ауасы алмасқан бөлмеде ұйықтаған жөн. Бұл әйел адамның ағзасының репродуктивті жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне және де толық қалпына келуіне көмектеседі. Активті болып белсенді жүру керек, спортпен айналысу керек. Бұл спорт түрлерін ауыр спорт түрлері емес, жеңіл спорт түрлері, яғни йога, жүру сияқты, бассейн сияқты спорт түрлерімен шұғылданған жөн. Бұл организмді тонуста ұстайды және жүктілік кезінде де өз септігін тигізеді. Және әрине артық салмақ болатын болса, артық салмақтан арылу керек, салмақ жетіспейтін болса, салмақ қосу керек. Оны қалай өлшейміз? ИМТ, индекс массы тела деген болады. Салмағыңызды килограммда салмақты бөлесіз бойдың квадратына, яғни бойды бойға көбейтесіз. Сонда мысалы сіз 60 килограмм болсаңыз, бойыңыз 1/6 болса, 1/6-ны 1/6-ға көбейтесіз. 1/6 осыдан шыққан санды, яғни салмағыңызды осы шыққан санға бөлесіз. Сонда қалыпты жағдайда әйелдерде 18 пен 24, ер адамдарда 20 мен 25 арасында болады. Яғни 18-ден аз деген бұл салмақ аз, 24-тен көп деген салмақ көп деген сөз. Сонда жүктілікке дайындалып жүрген кезде осы нормаға дейін ер адамда, әйел адамда келтіру керек. Дәрілік заттарды негізінен әйел адамға қажетті бұл фолий қышқылы 0,4 пен 0,8 миллиграмм арасындағы дозировкада ішіледі. Бұл жүктіліктен кем дегенде 3 ай бұрын ішіп бастап, жүктіліктің 10 аптасына дейін ішу керек, тіпті жүктілік бойы ішуге де болады. Бұл әртүрлі туа пайда болған ақаулардың, әсіресе нерв түтікшесінің, яғни бас ми мен жұлынның даму барысында оның ақауларын болмауының алдын алады. Витамин D, бұны да қан анализін тексергеннен кейін ішу қажет, яғни қандай да бір дефицит болатын болса, міндетті түрде оны толықтыру қажет. Егер де қалыпты жағдай болса, онда 1000-2000 халықаралық бірлік мөлшерінде жүктілік бойы қабылдауға болады. Бұл витаминдерді ер адамда ішуіне болады. Сонымен қатар омега-3, йод, кальций, темір препараттарында қабылдаған жүктіліктің жақсы өтуіне өз үлесін қосады. Алайда бұл препараттарды дәрігердің кеңесінен кейін қабылдаған жөн. Дәрігер жүктілік жоспарлайтын әйелге бірнеше анализдер тапсыруға жолдама береді. Егер барлығы дұрыс болатын болса, жүктілікті қорғанбай жоспарлаған жөн. Яғни регулярный жыныстық қатынас болу керек, аптасына 3-4 рет, яғни күнделікті емес, себебі сперматогенез бізде негізі 48-72 сағат ішінде сперма жасалып шығады. Осы уақытта біз сперматозоидтың жасалып шығуын яғни ойластыра алуымыз керек, жоспарлай алуымыз керек. Жыныстық қатынасты неше жастан бастауға болады? Жалпы Қазақстан заңнамасына сәйкес неке жасы бұл 18 жас, сондықтан жалпы бұл тек неке жасы емес, сонымен қатар жыныстық жетілудің аяқталу жасы деп те айтамыз. Жалпы жыныстық жетілу 18-19 жаста аяқталады. Бұл ағзаның ересек деңгейіне жетті дегенді білдіреді. Сол кезден бастап қана жыныстық қатынасқа түсуге кеңес береміз. Неліктен жыныстық өмірді ерте бастауға асықпаған жөн? Бұған себептер әрине жеткілікті. Жыныстық өмірді ерте бастаған жасөспірімдер, олар өздерінің денсаулығына деген жауапкершілігі төмен деген сөз. Себебі ерте жыныстық қатынас бұл ерте жүктілікке алып келу мүмкін. Ерте жүктілік бұл әртүрлі жауапкершілікті талап етеді. Ол ағзасында қандай да бір ақаулар болатын болса, жасөспірім қыздың денсаулығына әсерін тигізеді. Сонымен қатар баланы туған күннің өзінде де оны бағып қағу, яғни тәрбиелеу, өсіру деген сияқты әртүрлі жауапкершіліктер тұрады. Сондықтан осының барлығын сараптай келе, ерте жүктілік жасөспірім қыздың психикасына да ағзасына да зиян келтіреді. Сондықтан ерте жүктілік болмас үшін ерте жыныстық қатынасқа түспеген жөн. Сонымен қатар жыныстық жолмен берілетін инфекциялар бар. Олардан да қорғану шараларын жасөспірім қыздар әдетте қолданбайды. Ал бұл ауруларда болашақта олардың денсаулығына әсерін тигізу мүмкін, тіпті болашақта бедеулікке дейін алып келу мүмкін.
Жыныстық қатынаспен айналысқанда қажетсіз жүктілікпен жыныстық жолмен берілетін инфекциядан қорғану мүмкін бе? Әрине қорғануға болады. Мүшеқап арқылы, презерватив арқылы қорғануға болады, бірақ та бұл да 100%-ға сақтамайды. Сондықтан да жыныстық қатынасқа түспес бұрын жыныстық серіктестің ағзасында жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың жоқ екеніне көз жеткізген жөн. Жүкті болуға мүмкін болатын қауіпті күндер деген не? Қауіпті күндер деп отырғанымыз бұл болжамды овуляция болатын күндері, яғни жыныстық аналық жасушаның жетіліп пісіп шыққан күндері. Аналық жасуша негізі 1 күн ғана өмір сүреді, ал сперматозоид 7 күн өмір сүреді. Яғни қауіпті күндер деп отырғанымыз осы овуляциядан бұрын 3-4 күн, немесе кейін 3-4 күн. Яғни болжамды күндер. Сондықтан осы күндерді біз қауіпті күндер деп айтамыз. Бұл күндер жүктіліктің болу мүмкіндігі жоғары, яғни әйел адам тез жүкті болып қалуы мүмкін. Түсік жасатудың салдары қандай? Аборт жасату бұл тек қана физикалық тұрғыдан емес, бұл психологиялық және гормоналдық күйзеліске алып келу мүмкін. Яғни аборттан кейін гормоналды бұзылыс болуы мүмкін, циклдың бұзылысы болуы мүмкін, әртүрлі жатырішілік, полип сияқты өспелердің пайда болуы мүмкін, және де ең ауыр түрі әрине түсіктен кейін бедеулікке де алып келу мүмкін. Бұл әртүрлі қабыну процесінің нәтижесінде болып жатады. Сондықтан барынша түсіктен аулақ болған жөн, себебі түсік бұл жүктіліктің қорғану әдісі емес. Сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінге осы сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Егер сұрақтарыңыз жоқ болатын болса, осымен сабағымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен, акушер-гинеколог дәрігер Ғайза Мұратқызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.